Ассалаумағалейкум қазақ елі, елім жерім деген азаматтар. Мынау қырғыз елі бұрын қырғыз халқы қазақтар маңқа қазақ деп айтса мен өзім намыстанатын едім. Осы бір 2 жыл болды ғой. Осыны ел үшін, жер үшін деп мына митингке шығып жүргендерді қолдап, осы былай айтқанда солар қызығып араласып жүргеніме да. Одан алдын мен де қызықпаған бұл жаңа митинг деген жерің сатып жатыр ма, елің сатып жатыр ма. Содан бері түсініп жатырмын да. Мына біз маңқа қазақ екенімізді дәлелдедік. Мына қырғыздар бірақ сутка дейікші енді, бір суткаға да жеткен жоқ. Президентінде бәрінде қуып жіберді. Бұл митингке шыққандар, елді төңкерген жақсы болады дейсің ба дейтін бір данышпандар бар, Нұрбоқтар. Білмеймін, сатқындар ма, кімдер екенін жазып жатыр да өтер. Жаңағы елді өзгеріс болса, жаңағы дұрыс болады дейсің ба, анау, мынау депті. Бірақ бұның пайдасы бар екен өзгерістің. Бізге ұқсап, 30 жылда Назарбаев бәрімізді мәңгүрт қылып, бала-шағамыздың миын улап бітірді ғой енді. Сондай нәрсеге жеткізбей жатыр да. Қырғыздар сол билікті басына шығармай жатыр. 5 жылда ма, 10 жылда ма қуып, орнына қойып жатыр да. Сонысына риза болып жатырмын қырғыз ағайындардың. Қырғыздар молодцы. Бізге де бір қазақтың да намысы оянып қалар. Қырғыздар айтқан маңқа қазақта бір күн тұрар. Неге десең, тұратын уақыт келген шығар енді. Арменің де өзгеріс жасап жатыр, Грузинің де, Беларусың да, Қырғыздың қанша рет жасап жатыр енді. Біздің қазақтардың да оянатын уақыт болып қалар. Кешеден бері мен мына Фейсбукқа қараймын. Инстаграмда әшейінде Нұрбоқтар қазақтың сатқындары деп айтамын мен. Ойбай, осы күніңе шүкір де, тәуба де, патшаға табын, осы жүрсің, үйіңде тамағың бар деп. Сенің болашағың бәрін улап жоқып тастағанмен жұмыс жоқ та. Бұл қазақтардың жаңағына шүкірбайлар ма, сатқындар ма, білмеймін солар кімдер екенін бар ғой. Шынымды айтсам, өзімде басым жетпеді сол қандай адам екендеріне. Солар кешеден бері көрінбей қалды да, Фейсбукта, Инстаграмда тыныш болып қалды да. Көріндір ма, бұлар соншалықты намыссыз, қорқақ адамдар бұлар. Әшейін отырып алып жазу жазғаннан басқа түк келмейді қолдарынан. Біреуге ақыл айту, біреуді кекету. Мынау біздің қазақ ұлты бір түбі бір жеңіске жетеді. Кішкене шыдау керек па, білмеймін, қаншалық шыдаймыз. 30 жылдан бері өлдік қой мынау. Осы мынау 70 азаматтар қазір 50-ге келді. Солар 20 жасында осы Назарбаев президент болды мысалы. 20 жасында ол кезден Совет үкіметі кезінде алданды дейік, басқа дейміз. Тағы 10 жыл сенді дейік, 2000 жылға дейін. 10 жылдың арасында барлығы қиналып, нанғазар болып өсті де. Енді 2000 жылдан 10 жылға шейін, 20 жылға шейін алдаумен келді. Үйтем, бүйтем, Аллахи, бұллахи. Құда қаласа бәрің жатасыңдар, жұмыс істемейсіңдер, елде мықты өмір сүресіңдер деп. Ал қайда? Өтірікке сен тойған шығасыңдар енді қазақтар. Өздерің жарайды алдандыңдар, басқа қалдыңдар, сендіңдер осы мынау қазіргі шіріген билікке де. Бала-шағаларыңды сол құлдықтан құтқарып кетіңдерші, айналайындар. Білмеймін, мен басқа сөз айтатын ештеңем қалмады. Сол баяғы 100 адам, 200 адам шырылдап шығады, қамалады. Қазір деген бір Қазақстан бойынша 200 адамда жатқан шығар түрмеде де осы жер үшін. Между прочим, сол жерді солар сақтап қалды, сатқызбай осы 16-шы жылы. Солардың арқасында жүріп барып, қазір өздерінің үйіңнің қасынан 1 метр жер берші, мен мына жерге қоршап алайын дейші, асылып өлесіңдер ғой сол жерге де. Сырттарынан полный сатып жіберіп жатыр. Бұл қалай сонда? Бұған не айтуға болады? Білмеймін, мен уже шаршадым бар ғой. Қазақстаннан көшіп кетейін десең, кететін шығармайды да қазір. Біріншіден, екіншіден, ақшаңда жоқ о жаққа барып өмір сүретін. Жас емессің, бойдақ емессің, бала-шаға бар дегендей. Так что осы жерде күресіп, мынау
ата бабамыздан қалған жерді қорғап қалмасақ, мына қазіргі билік, мынау отырған, басқарып отырған шіркендерге бір тиын бар ғой. Өзінің ана тілін қадірлемей отырған адамға жер керек деп ойлайсыңдар ма? Қазақтар, мына қырғыздардан бір 10% болсын бір үлгі алыңдаршы. Белорустардан алыңдар үлгі. Өлсек өлейік, осылардың қолында бар ғой. Ертең балдарымыз, қыздарымыз ана Қытайдың қолынан бір кесе күріш берші, содан тамақ жейші деп жүргенін көргенше, семейный құл болғанша қазір өліп соларға азаттық алып беріп кетейік. Қазір зато бар ғой, мынау қазақтың қолынан өлесің, ертең Қытайдың қолынан семеннің құл болып кеткенше. Сол айналайын бауырлар, көбейіп жердім ғой деймін әңгімені.